Сол арманыма бүгін жетуім керек. Әйтпесе, өмір бойы сардин жегіш делқұлылардың бастығы атанып жүрермін. Өмір бойы. Мен айтып тұрсыз ба? Сен емес, Брен. Жоқ, сен маған баламдай болып кеттің ғой. Армысыңдар? Мұнда әлемдегі ең атақты ойын сауық саябағы орналасқан. Тағы 17.000 гигаджоуль керек. Бұл саябақ біздің өміріміз... Кет. Лейнд Локвуд не бүлдіргелі жүр? Жай сізді құрметтеп қолымда артқа ұстап тұрмын. Кім екеніңді білесің бе? Жоқ. Сайық мазақсың. Бүлдіргішсің. Менің періштедей ұлым Кэлді көрдің бе? Не? Ол менің бақытым. Жар дегенде жалғызым. Оның болашағы жарқын болсын деймін. Қайдағы бір тәжірибе сымағыңа бола қаламыздың ұлымның болашағын тәуекелге тіге алмаймын. Оның бәрі қалды ғой. Мына көзді көрдің бе, Локвуд? Иә. Сені аңдыған. Не? Менің көздерім өте өткір. Бәрін көріп тұрамын. Бәрін. Оу, ана жермен біреу кетіп барады. Тоқта! Танымал телеарнаның бірі тікелей эфирде сұхбат өткізбек көрінеді. Журналистін осында жіберіпті. Кеше. Ана жаңа келген қызды жіберейік. Түрі жаман емес сияқты. Иә, оның телеарнаға керегі де шамалы ғой. Ай, қыз, менің інім басшылық ететін Жапандағы аралға барып, ауа райы жайлы репортаж дайындап әкелсең қайтеді. Рас па? Сен бермасын. Кәсіби метеоролог болдым ғой. Жақсы, Сэм. Былай десем ше? Жақсы. Сәлем, Америка. Мен Сэм Спаркспын. Сәлем, Америка. Эфирде Сэм Спаркс. Америка, сәлем. Байқамай қалдым ғой. Мен Сэм Спаркспын. Мұхитта жүзіп келем. Журналист келгенде, күлімсіреп қарсы алыңыздар. Қуанған түр танытыңыздар. Табылған ақыл екен. Ауа райы мәліметтері. Бүгінгі күн райы жайлы тың мәліметтер. Біздің журналистіміз алғашқы репортажын балықты алқаптан бастайды. Алғашқы жауын да жауып қалар. Не айтасыз? Сәлем, Сэм Спаркс. Мен Америкамын. Балықты алқапта ауа райы қызық екен. Рахмет. Барлық телекөрермендерге жалынды сәлем жолдаймыз. Қаламызға жарқын болашақ сыйлайтын тамашаның куәсі боласыздар. Ал енді, мына лентаны қаламыздың сүйікті ұлы Бөбе Брент кесетін болады. Қарсы алыңыздар. Тамаққа айналдырамыз. Кеудем қысып кетті. Жақсылық емес. Мінеки, көптен күткен ойын сауық саябағы. Сардин әлемі. Тамаша! Ойын алаңдары мен мұражайы да бар. Және әлемдегі ең үлкен сардин де осында. Ол қазір жанып тұрған дөңгелектің ішінен өтеді. Су шашырап кетпесін, кейін тұрыңыздар. Қане? Чизбургер. Лейнд Локвуд. Қазір аз қалды, тек қоса салам болды. Мінеки, балықты алқаптың мерейі қайта өсті. Бұл не болды? Кешіріңіз.